шәкірді моргке бірақ тани алмадым. Тек киімнен ғана таныдым болды. Қолдардың бәрі алақандарына пышақ тығылған. Іші ісініп құрттап кеткен, бүкіл жері құрт. Баланың мақсаты қандай қыз келсе де жыныс қатынасқа түсу, сол үшін шақырған. Үй тазалау емес мақсаты. Не істейсің, алып қолына не келеді деді маған. Өйткені бұл баланың бір туысқандарды ДВД-да істейді. Ұрлағанын вообще қоспады. Өйткені ол бар нәрсе, бірақ жоққа шығарып отыр сол соттада. Сот вообще әділ өткен жоқ, апелляцияда да әділ өткен жоқ. Армысыз, бұл жаңғақ жобасы. Мен Асқарбек Қазанғап және әріптесім Сымбат Ғалымбекұлы. YouTube жобамызды қолдап, жазылып қойыңыздар. Пікір білдіріп, барынша таратып, қолдау көрсетсеңіздер. Мәселені жаңғақша шағамыз. Өлтіргенімен қоймай, мәйітін зорлап қоқысқа тастаған бұл қылмыс төбе шашынды тік тұрғызады. Сорақсы сол, 2 баланы жетім анасын баласыз қалдырған бұл жауыз бар жоғы 8,5 жыл жазар қалады. Бұл Диана Оңғарбаеваның ісі. Қылмыскерді кәмелетке толмаған деген желеумен жеңіл жаза беру сот жүйесіне деген үлкен күдік туғызды. Сотталған жігіттің құзырлы органда тіреуі мықты болғаннан оңай сытылды деген рас па? Қайғыдан қан жұтып, әділдік іздеген анасы бізге бүге шүгесіне дейін баяндап сұхбат берді. Бәрін басынан бастайық. Телеграммаға саған ғой. Сол кезде Диана звондап, адресін сұрап барған. 15 мың дегеннен кейін, 15 мың болса да ақша ғой деп. Ақыр ай осындай болды. Бала ғана ол кезде жұмыс істейтін, стройка істейтін, бір тұрақты жұмыс жоқ еді. Квартирада тұратын. Осы кішкене не болсын деп шыққан. Ақыр аяғы өлімге бар. Алдында біреулер айтқан ғой, жазған ғой. Алдында да шыққан деп. Ол өмірінде ондай жұмыс істеп көрмеген. Ол бірінші рет. А если ол бұрыннан жұмыс істеп жүретін болса, ол үйтіп ондай жерге бір адам бармайды ғой, үй тазалауға. 2-3 адам болып барады. 2025 жыл 21 шілде Диана дәл осы күні үйінен шығып қайтып оралмаған. Сол кеткеннен хат хабарсыз кетіпті. Ана жүрегі бір сұмдықтың болғанын сезген екен. 21 күні жұмыста жүргенде менде қорқыныш болды. Кәдімде қорқыныш болды, менде ондай қорқыныш болған жоқ еді. Бір нәрседен айырылып қалғандай болып, қайта звондадым. Қайта. Қай жерде связь шығады жолда. Связь шыққан жердің бәрінде звондаймын. Бірақ ешқандай не бармайды, звонок бармайды. Инстаграмына қараймын, жазам бармайды. Тиктогымны қараймын. 5-ке таман кірген, одан кейін кірмеген жоқ. Қайта звондап шықтым. Азанға дейін ала алмадым телефон. 21 күні, 22-сі уже азанда күйеу балама звондадым, оған да бармады. Сосын ойладым, бұл екеуіне не болып қалып, не алмай жатыр деп. Екінші қызыма звондадым, Айданаға. Айдана Айдоспен. Диананы аламай жатырмын, звондап білші не болған деп. Айдана айтты, мама менде аламай жатырмын, бармай жатыр деді. Бірақ Айдос күйеу балам как раз содан бір күн бұрын неге кеткен екен. Ташкентке кетті, андай детский киімдер арзан ғой, сондай әкеліп сатып көрейін деп. Сөйқа кеткен. Айдос кеткен күн бұл ертесіне болып тұр ғой. Алдап басқа жаққа шақырған екен ғой. Ол тек баланың мақсаты қандай қыз келсе де жыныс қатынасқа түсу, сол үшін шақырған. Үй тазалау емес мақсаты. Үйті алдап шақырған, ол мамасы болып жазған. 15 мың деп ақшасын жазған. Одан өлтіріп болғаннан кейін оны зорлаған. Подружкасіне жазған, медресеге баратын подружкасіне. Осы нөмірге деп бала нөмірін жазған, 3700 теңге салып жібер деп. Азанда ол қыз ұйқыдан тұрған сағат 5-те. Дианаға салай деп звондаса, телефон бармайды, звонок дейді. Сол бойынша біз Қаратауский ровдыға
барып адресін айтып, баланың Қасқасудың баласы 2008 жылы бала деп бәрін айтып бергенде соны іздемеді ғой. Бұл істе құзырлы орган тарапына сын көп. Біріншісі, іздеу жұмыстарының уақытылы жүргізілмегені. Екіншісі, қандығымыз толыққанды ашылмаған. Үшіншісі, мәйітті зорлау фактісі істе қаралмаған. Айдың күннің аманда айуандықпен қылмыс жасаған күдіктіні дер уақытында ұстауға полицейлер неге құлық танытпады? Диананың анасы мекен жайын өздері анықтап, аты жөнінде айтқан. Алайда араға біраз уақыт салып, қызының құрттаған мәйітін құшады. Күйеу баламен Айдана екеу осы баланың нөмірін тексеріп іздеген ғой. Милицияға барғанда айтқан, осы нөмір осындай бала, Қасқасудың баласы, 2008 жылғы бала, биыл 11 оқиды деп. Милицияларға айтқан, бірақ милициялар соны іздеген жоқ. Біз сол бойынша іздедік. Қасқасудың баласы дегеннен кейін Қасқасуда жаңа демалатын орындар бар ғой. Сол жақтардың бәрін іздедік. Бөлме деп звондадым, олар шықты моргтен. Сосын қасындағылар қалай берсін, сіз кіріңіз ішке деді. Сосын мен айттым, қайқа кірем деді. Не істеймін, бәріміз бірге кірмейміз ба дедім. Жоқ, сіз кіріңіз деді. Сіз мамасыз ғой деді. Сосын мен айттым, не мышықпен тышқан ойнап жүрміз ба, не істеп жүрміз дедім. Біресе Аня хадисіндер, бірі сен я хадисіндер дедім. Сөйтпем, сіз қызың осы жерде деді. Ол бір күні ол азанда табылған, бізге сағат 2 мен 3-дің арасында айтты ғой. Оны тапқан? Оны сол қалада мынандай тазалайтындар бар ғой. Сондайлар тапқан. Олар тауып жүзекке звондаған. Моргтен көрген кезде мен бірінші сенген жоқпын, мен қызым екен деп. Тек мен оперлерге айттым, бұл менің қызым емес, тауып беріңдер деп. 2 күн ішінде тауып берем дегенсіңдер, тауып беріңдер деп. Менің қызым емес, мен көрмеймін деп. Сосын маған видеоны көрсетті, мына сіздің қызыңыз деп. Барып қарадым, бірақ тани алмадым мен қызымды. Қанша кірдім моргке, бірақ тани алмадым. Қисайып, пышақтары кіріп, 2 көзі кіріп кеткен ішке қарай. Қолдан бәрі алақандарына пышақ тығылған. Іші ісініп, құрттап кеткен, бүкіл жері құрт. Мен бірінші байқамадым, мойнына тряпка тығып қойған екен. Мен оны мойнын байлап қойған екен деп. Тряпканы алсам, мойнын кесіп тастаған екен, кеңірдегін. Желкесіне тыққан оны рет. Сандарына бар, қолдары бар. 2 бүйрек жағына тыққан. Қай жері пышақ тығылған, сол жердің бәрінде құрт шығып тұр. Аяқтары бөлінген сияқты, бірақ мен анықтап көре алмадым оны. Өйткені айттым ғой, тани алмадым дедім ғой қызымды. Тек мен киімнен ғана таныдым. Ана құрт дегенді айта алмаймын, о құртты. Көз алдымнан кетіре алмаймын оны. Кейде бір ойлан бір өтірік сияқты, түс сияқты. Мама, мен келе жатырмын үй жаққа деп айтып қалама деп. Телефонына звондай бір кеп қалатын сияқты, телефонын алып қалатын сияқты. Бүйтіп ішпей, бүйтіп күліп жүргенмен, бірақ ішім бәрі өртеніп жүр. Дүйім елді дүр сілкіндірген атышулы іске нүкте қойылды. Жасөспірім түрмеге тоғытылды, бірақ қара жамылған отбасы сотталушы 18-ге толғанда дәлел дәйектерді ашық көрсетіп жаһанға жариялауға бел буған. Істі қайта көтеріп, соңына дейін күреспек. Бір ғана іс Қазақстанда ішкі істер саласы мен сот жүйесінің кері кетіп бара жатқанын анық аңғартты. Жемқорлық, таныс тамырлыққа балта шаппасақ, әлі талай адам зарға қақсайды, әділетсіздікке тап болады. Диана Оңғарбаеваның оқиғасы жоғарыда отырған лауазымды тұлғаларға жетсе дейміз. Себебі елдің ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Бұл ата заңда тайға таңба басылғандай жазылған.